Алатау қаласында барлық инвесторларға, оның ішінде шетелдік инвесторларға да жер учаскалары тек осы нақты инвестициялық жобаларды іске асыру үшін және бизнес лицензия үшін жер учаскелер жалға немесе басқа түрінде берілетін болады. Егер бизнес лицензия арқылы, оның ішінде бағана айттым, міндеттемелер болады, белгілеген уақыты болады. Егер 2 жылдың ішінде ол қамтамасыз етпесе, осы жердің үстінде мысалы завод, фабрика салмаса, университет, ертең гостиница салмаса, мысалы, онда оған айыппұл салынады. Егер тағы 1-2 жылдан кейін ары қарай даму болмаса, онда жер қайтарылатын болады. Сондықтан бұл мәселе тек қана инвестициялық жобаларға берілетін болады. Бұл бизнесті. Ал азаматтарға Қазақстан заң бойынша ары қарай қалыптасатын болады.